Сен күн сайын ас үйде қолданатын қарапайым пияздың ішінде нағыз табиғи дәріхана жасырылғанын білесің бе? Көп адам оны тек тағамға дәм беру үшін қолданады, бірақ шын мәнінде пияз иммунитетті күшейтетін, жүректі қорғайтын, тіпті кейбір аурулардың алдын алатын күшті суперфуд. Пияз витаминдер мен биологиялық белсенді заттарға өте бай. С дәрумені иммунитетті көтереді. Б6 дәрумені жүйке жүйесіне пайдалы. Калий жүрек пен қан қысымын реттейді. Антиоксиданттар, яғни кверцетин, жасушаларды қорғайды. Күкірт қосылыстары бактерияларға қарсы әсер етеді. Талшық, яғни клетчаткалары ас қорытуға көмектеседі. Пияздың пайдасы өте көп, ең маңыздылары: иммунитетті күшейтеді, суық тию мен тұмауға қарсы. Жүректі қорғайды, холестеринді төмендетеді. Қанды тазартады, қан айналымын жақсартады. Антибактериалды әсер, ағзадағы зиянды микробтарды жояды. Ас қорытуды жақсартады, ішек жұмысын реттейді. Қабынуға қарсы әсері бар. Неміс ғалымдары жүргізген зерттеулерге сәйкес, пияз құрамындағы кверцетин атты антиоксидант қабынуды азайтады. Жүрек қан тамыр ауруларының қаупін төмендетеді. Қан қысымын тұрақтандыруға көмектеседі. Кейбір зерттеулерде пиязды тұрақты қолдану иммундық жүйені айтарлықтай күшейтетіні де дәлелденген. Пиязды дұрыс пайдалану да маңызды. Шигі күйінде ең пайдалы витаминдер толық сақталады. Тағаммен бірге ас қорытуды жақсартады. Кешке көп жеуге болмайды, асқазанға ауыр болуы мүмкін. Суық тигенде балмен немесе шаймен бірге қолдануға болады. Күніне 50-100 грамм пияз жеткілікті. Қарапайым ғана пияз сен ойлағаннан әлде қайда пайдалы. Оны күнделікті рационыңа қоссаң, денсаулығыңды табиғи жолмен нығайталасың. Қымбатты көрермендерім, келесіге дейін аман сау болайық.